Ол штурвалға асықпай қадам басты. Беті ақ, ерні қысық, кет деп қатты айтты. Бұл менің яқтам, мен басқарамын. Лена жылжымады, штурвалға тиме деді ол сабырлы, сен кімсің өзі? Деп айқайлады ол. Мұнда сен ешкім емессің, жай балықшы қыз, мен саған мотор бердім, мүмкіндік бердім. Ал енді сен менің яқтамды басқарасың деді. Игорь, сен моторды өзің бердің деп сабырлы айтты Лена. Сен өзің жүзіп кеттің, енді шешімді сен қабылдай алмайсың. Қолыңды ал. Ковалев алға қадам басты. Бірақ бір мажор олардың арасына кіріп кетті. Қажет емес, Игорь деп қатты деді ол. Отыр, сен менің қарсыласымсың ба? Даусында үмітсіздік сезілді. Біз оның жағындамыз деп екінші жағынан палубадан жауап шықты. Артқа шегіндер. Деп айқайлады. Игорь де штурвалға қарай лақтырыла бастады. Лена оның білегін ұстады да қатты итерді. Ол таяп қалды, құлап локтың қатты соқты. Бірақ қиындықпен қайта тұрды. Ешкім оған жақындамады. Рулевойге тиме, Игорь деді артынан біреу. Оны жүргізсін. Игорь бір секунд тұрды да айналып төменге шығып кетті. Жеңілген, қорланған, қуылған. Ақырында біреу үнсіздікті бұзды. Біз қайдамыз? Егер таңертеңге дейін оралмасақ, қатты болады деді Брюнет. Құдайым, карта ашып көріңізші деп ыңғайсызданды бір қыз. Бізде интернет бар ма, Wi-Fi бар ма? Барлығы оған ақымақ секілді қарады. Лена үнсіз штурвал астындағы ескі бухта картасын алып, жайып реттеді. Бұл қағаз ба? Деп сенбегендей сұрады бір қыз. Сіз оны қалай қолданасыз? Лена жауап бермеді, рацияны қосты. Динамик трешетка шығарып тұр. Шторм немесе қашықтық байланысқа кедергі болды, тіпс. Деп біреу сұрады, жұмыс істемейді деді Лена, эхолотта мерт болды. Тек қуатпен жұмыс істейтін барлық нәрсе күйіп кетті. Үнсіздік орнады. Біреу қобалжып күліп жіберді, бірақ ешкім қосылмады. Бәлкім кездейсоқ бағыт ұстап көрейік, деді блондин. Бұл навигатордағы маршрут емес деп кесіп айтты. Лена, мұнда кездейсоқ жүрмейсің. Лена қолын сілтеп қабырғаға сүйеніп отырды. Қалғандар да жерге отырды. Кім қалай отырса солай үнсіз отырды. Біреу ұйықтап кетті. Тағы 2 сағат өтті. Лена үстіге шығып аспанға қарады. Бұлттар тарқап, жұлдыздар түнгі аспанда шашылды. Басқалар да оның қасына келіп басын көтерді. Бір қыз таңдана дем шығарды. Қандай әдемі. Мұндай көп жұлдызды ешқашан көрмеппін. Міне, үлкен аю деді Лена сабырлы, мектептегі сабақтардан таныс жұлдыздар топтарын көрсетіп. Сол жерде солтүстік, демек жағалау оңтүстікте. Бізді алыс қалып кеткен жоқ, 6 мильдей ғана. Таңға дейін шығысқа ұстау керек, жағалауды көреміз. Палубада ешкім қозғалмады, тіпті Ковалев те есіктің жанында отырған. Күннің алғашқы сәулелерімен Юрка әлсіз, бірақ тұрып каютадан шықты да бір сөз айтпай штурвалға отырды. Лена оған пультті берді. Ол машинаны жақсы білетін. Яқта сенімді, баяу жүріп таныс мүйіске, шіріген сарайға, шіркеу қоңырауы қара нүктеге жақындап келді. Жағалау жақындағанда ер адамдар кезекпен Ленаның алдына келіп, оны мықтап қолын ұстап, үнсіз ризашылық білдірді. Қыздар да шаршап, шаштары шашылып, үнсіз немесе сыбырлап алғыс айтты. Ешкім енді күліп кекірген жоқ. Ковалев соңғы болып келді. Ол баяу жүріп, өзінде бір ауыр сезім бардай, Ленаның алдында тоқтап, сөзін таба алмай тұрды. Кешір деп ақыр айтты, көзін төмен түсіріп. Мен сені тартпауым керек еді. Жай ғана әсер ету, көңіл көтеру, мүмкіндігімді көрсету үшін еді. Бірақ бәрі бұлай болды. Сен болмасаң, біз бәлкім қазір жоқ болар едік. Лена жауап бермеді, жақындап келе жатқан жағалауға қарап отырды. Мен босқа емес деді ол сәл. Ертең сендерге келемін. Сенің әкеңмен сөйлескім келеді, қалай көмектесе аламын деп сұраймын. Жаңа мотор керек пе? Нормалды жұмыс керек пе? Тек шіркеуде емес, нақты. Мені адамша қара, Лена оған қарады. Шаршаған, сабырлы, қажыған, бірақ мықты кел деді ол. Бірақ сенің бұрынғы айлақшылығыңсыз, ол басын изеді. Бұл жолы тек қарапайым иә. Жағалау жақын болды.